Шынымен бауыр екіге бөлінеді екен дейді. Өзіңнің туған бауырың дін бауыры екіге бөлінеді дейді біреулер айтады. Кейде мынау дін бауырың өзіңнің туған бауырың істей алмаған нәрсені де істеп беріп жатыр мыналар дейді. Мынау табылатын орында табыла алмай қалады да мыналар табылып қалып жатыр орнына дейді. Пайғамбар соны айтты. Иманның ләззатын татасыңдар. Құдай үшін дос бол. Алла үшін дос болған кезде бауырлар, иншалла ертең біз жәннатқа кірген кезде біз бір-бірімізге алғыс айтамыз иншалла. Бауырым, саған Алла разы болсын, рахмет саған. Сен білгеніңді маған айтып жүрдің, мен саған айтып жүрдім. Мен саған қарап өзімнің бойымдағы кемшілігімді түзеп жүрдім қажетіңе қарап. Деген сияқты біз бір-бірімізге алғыс айтады екенбіз жәннатта. Кірейін деп жатқан кезде. Сол кезде Алла Тағала айтады аятта. Алла Тағала сендердің бәріңе разы болып кіріңдер жәннатқа. Екінші бір қауым бар, Құдай сақтасын, енді Алла сақтасын. Олар бір-біріне лағнет етеді екен, лағнет. Семен дос болған күнің құрып кетсін. Қаяқтан мен семен дос болдым уақытысында.